Армысыз көрермен, эфирде әдеттегідей ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Дәулет Сейтбеков. Бүгін көретіндеріңіз. Коммуналдық төлемдер бойынша көмекке қалай жүгінуге болады? Бүгін бейсенбіден жұмаға қараған түні Рамазан айы басталады. Қарағанды облысының аумағында карантиндік шаралар жүргізу кезінде үйден шығуға тек ерекше жағдайларда ғана рұқсат етіледі. Сәтпаевта және Қазақстанның басқа қалаларында оқшаулану режимі қалай сақталуда? Яндекс сервистерінің деректері. Карантин кезінде қазақстандықтарға қолдау көрсету мақсатында мемлекет халықтың әлеуметтік осал топтарына коммуналдық төлемдер үшін өтемақы төлейді. Бұл төлемдер кімге тиесілі және оларды қалай алуға болады? Келесі бейнесюжеттен біле аласыздар. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі карантин енгізілген аймақтарда коммуналдық қызметтерді төлеуге көмек көрсетудің арнайы тетігін әзірлегені белгілі болды. Коммуналдық көмек бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектерге, Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына және Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға, көп балалы отбасыларға, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға, ең төменгі және одан аз зейнетақы алатын зейнеткерлерге, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, әскери қызметін орындау кезінде, ғарыш кеңістігінде ұшуды дайындау немесе жүзеге асыру кезінде, адам өмірін құтқару кезінде, құқық тәртібін қорғау кезінде қаза тапқан азаматтардың отбасыларына, сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтарға, оның ішінде жалғыз басты зейнеткерлерге беріледі. Жалпы Қарағанды облысында осы санатқа жататын 118 мың адам бар. Айта кетерлік жайт, төлемдердің мөлшері коммуналдық қызметтерге арналған төлем мөлшеріне байланысты емес және төленетін көмектің құны 15 мың теңгені құрайды. Коммуналдық көмек сәуір және мамыр айларын қамтиды. Өтемақы коммуналдық қызметкерге арналған келісімшарт және абоненттің жеке шоты болған жағдайда жүргізіледі. Өтінішті толтырып, суретке түсіріп, WhatsApp нөмірі немесе электрондық пошта арқылы жіберу керек. Құжат коммуналдық кәсіпорындардың деректер базасымен салыстырылып және жеке шоттың бар жоғы тексеріледі. Телефон нөмірлері мен өтініш үлгісі Сәтпаев қаласы әкімдігінің ресми сайтында орналастырылған. Қала әкімдігі аталған соманы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі арқылы осы жылдың мамыр-маусым айларында тұтынушылардың жеке абоненттік шоттарына коммуналдық қызметтерді алдыңғы 2 ай, сәуір және мамыр айларында төлеу үшін жібереді. Айта кету керек, бұл қаражатты тұтынушылар ала алмайды. Олар коммуналдық қызметтерді жеткізушілерге аударылатын болады. Ал жоғарыда аталған санаттарға кіретін Қарағанды облысының тұрғындарына алғашқы төлемдер мамыр айында төлене бастайды. Диана Абдықалықова, Әлия Білғазы, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Исі мұсылман қауым асыға күтетін қасиетті Рамазан айының басталуына санаулы уақыттар қалды. Ораза тұту 30 күнге созылмақ. Елдегі төтенше жағдайға байланысты тарауық намазы мешітте оқылмайды. Ал карантин кезінде ауыз бекітіп, ораза ұстау тәртібіне еш өзгертулер енгізілмейді. Биыл ораза 30 күнге жалғасып, 24 сәуірден 23 мамырға дейінгі аралықта болады. Бұл айда өзін мұсылман санайтын әрбір азамат Рамазан айын құрметтеп, жаратушы иенің бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан сақтанады. Ораза тұту игі мұсылман қауымының 5 парызының бірі. Қауіпті індеттің тез таралуына байланысты биылғы өтетін 30 күндік оразаның ерекшелігі сол. Тарауық намазын мешіттерде емес, әр адам өз шаңырағында оқиды. Сонымен қатар жылдағыдай мешіттерде ауызашар берілмейді. Діни дәрістер де кейінге шегеріледі. Баршаларыңыз білесіздер, Алла амандығын берсе, 24 сәуірден бастап біздің мұсылмандар қадір тұтатын қасиетті Рамазан айы келді. Бұл қасиетті Рамазан айда барша денсаулығы бар кісілер Алланың разылығы үшін таң атқаннан кеш батқанға дейін ішіп жеуден тыйылып, өзінің нәпсісін ұстап, Алланың разылығы үшін ораза тұтады. Біздің осы елімізде, дүние жүзінде болып атқан келген індетке байланысты көптеген жерлерде карантин жариялағандықтан бізде де осы қасиетті Рамазан айында кейбір істелетін құлшылықтарды
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының фәтуа бөліміне шешімменен үйде атқаруларды ұйғарды. Айтап ататын болсақ, қасиетті Рамазан айында оқылатын тарауых намазы 20 ракағат. Бұл мешітте жамағатпен емес, әркім өзінің отбасында оқуды бұйырды. Балмағамбет Балқыбай атындағы орталық мешіттің бас имамының айтуынша, биыл берілетін пітір садақа мен зекетті мобильді қосымшалар арқылы онлайн төлеуге де болады. Ал енді жалпы бұл пітір садақасын онлайн режимде банк жүйесі арқылы төлеуге болады. Бұған да көптеген сұрақтар туындап жатыр. Біздің Сәтбаев, Жезқазған қалалары бұл банк жүйесінде жоқ қой деп. Бұл қазіргі уақытта біз өзіміздің мешітіміздің счеттарын бердік. Кішігірім уақыттардың ішінде Алла амандығын берсе, әрбір қаланың өзінің счеттары да шығады, Алла қаласа. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төралқа мәжілісінің шешімімен биыл бір адам атынан берілетін пітір садақа мөлшері 370 теңге деп бекітілген. Ал материалдық жағдайы бар азаматтар пітір садақаны мейіз немесе құрма құнымен берген абзал. Жалпы қасиетті Рамазан айында кімдерге ораза ұстауға рұқсат және осы айдың сауабы мен пайдасы жайын толығырақ жаңалықтарымыздан кейін болатын арнайы бағдарламадан тамашаласаңыздар болады. 12 айдың сұлтаны саналатын Рамазан мейірімділік пен ізгіліктің бастауы. Дәл осы айда барлық мұсылман қауым ішіп жеуден тыйылып қана қоймай, қайырлы істер жасап, рухани тазаруға мүмкіндік алады. Айта кетейік, мамыр айының 19-нан 20-сына қараған түні мұсылман қауым қадір түнін күтеді. Сондай-ақ 24 наурызда ораза айт мерекесін тойлайтын боламыз. Алтынгүл Төлегенова, Нұржігіт Айтмұхамбетов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Өздеріңіз білетіндей, Қарағанды облысының аумағында карантиндік шаралар кезінде үйден шығуға тек ерекше жағдайларда рұқсат етіледі. Алайда кейбір жерлестеріміз әлі күнге дейін тәртіпке бағынбайды. Себепсіз сыртқа шығып жазаға тартылуда. Облыс орталығында тәртіпсіздік жайлы келесі топтамада. Әлемді әбігерге салған карантин кезінде талмай еңбек етіп жатқан дәрігерлер мен полиция қызметкерлерінің өмірді қамтамасыз ету ұйымдарының мамандары вирустың таралуын азайтуға тырысқанымен, қала тұрғындары карантиндік режимді бұзуды жалғастыруда. Мұндай жауапсыз азаматтардың кесірінен билік аймағымыздағы карантин шараларын күшейтуге мәжбүр. Облыс аумағында карантиндік шаралар күшейтілді. Полиция органдары да бақылауды қатаңдатты. Тәулік бойы патрульдеу жүргізілуде. Бұл жұмысқа ұтқыр топтар мен жаяу нарядтарда жұмылдырылған. Күшейтілген әрекеттерге қарамастан 765 заң бұзушылық тіркеліп, 556 адам жауапкершілікке тартылса, оның 249-ы қамауға алынған. Төтенше жағдай мен қозғалыс әрекеттерін себепсіз бұзған үшін полиция 100 автокөлікті тұраққа қойып, жүргізушілерге айыппұл салған. Мысалы, 15 сәуірде Қарағанды қаласының тұрғыны интернационалистер жауынгерлер көшесінде жеке автокөлігімен орынды себепсіз жүрген. Көлік полиция қызметкерлерімен тоқтатылып, сот шешімі бойынша тәртіп бұзушы 5 тәулікке қамауға алынды. Автокөлік тұраққа қойылды. Жұмыс орнына барып және кері қайту үшін көлік иелеріне рұқсат қағаздар берілген. Міндетті анықтама негізінде облыс әкімдігі жанындағы жедел әрекет ету орталығының ақпараттық жүйесінде автомобиль және оның иесі туралы ақпаратты тіркеп отырады. Жұмыс берушілердің қағаздық куәліктері жойылып, биылғы жылдың 18 сәуірінен бастап жарамсыз деп танылған. Жұмыс берушілердің қағаз анықтамаларының күші жойылған. Олар 18 сәуірден бері қолданылмайды. Әрбір тұрғыннан азаматтық сана танытуды және көшеге себепсіз шықпауды өтінеміз. Барлық шаралар біздің ортақ қауіпсіздігіміз үшін қабылданып жатыр. Үйде қалыңыз. Оқшаулану режимі Сәтбаев қаласының және еліміздің басқа да аймақтарының тұрғындары оны қалай сақтауда? Бұл сұраққа жауап алу үшін Яндекс компаниясының мамандарының зерттеулеріне жүгінуге болады. Өз қызметтерінің арқасында олар тұрғындардың оқшаулану деңгейін бағалайтын жаңа сервис әзірледі. Ол туралы толығырақ әріптесім Диана Абдықалықова айтып береді. Еліміздегі төтенше жағдай кезеңіндегі облыс көлемінде және қалада карантин жариялаумен шектеу шараларын күшейту кезіндегі қалалық белсенділік деңгейі қандай? Қазақстандықтар, оның ішінде Сәтбаевтықтар оқшаулануды қаншалықты қатаң сақтауда? Бұл сұрақтар арнайы индекс, оқшаулану индексін жасап шығарған Яндекс компаниясында да қойылды.
Келісіңіз, жай ғана айналаңызға қарап, қазіргі кездегі қалалық белсенділік деңгейін эпидемияға дейінгі қалыпты күндердегі белсенділік деңгейімен салыстыру қиын. Тұрғындардың оқшаулану деңгейін бағалау үшін Яндекс сарапшылары жаңа сервис ойлап тапты. Ол әртүрлі елді мекендердегі оқшаулану деңгейін көрсетеді. Тәуліктің кез келген уақытында Яндекс картасының көмегімен әлемнің және еліміздің ірі қалаларына қатысты деректермен танысуға болады. Оқшаулану индексін есептеу үшін Яндекс қосымшалары туралы ессіздендірілген деректер пайдаланылады және тұрғындардың әрекеті 0-ден 5-ке дейінгі балдық индекспен бағаланады. Балл неғұрлым жоғары болса, тиісінше карантин тәртібі жақсы сақталуда деген сөз. Егер индекс белгісі 0 болса, көшеде халық көп жүр дегенді, ал 5 болса, көшеде ешкім жоқ дегенді білдіреді. Сонымен Нұр-Сұлтанның өзін-өзі оқшаулау индексі осы бейнені жазу кезінде 3,2 баллды құрады. Көшеде адамдар бар. Алматыда тұрғындардың басым бөлігі үйде, оңтүстік Астанада 3,8 баллға индекс берілді. Қарағандылықтардың да көбісі үйлерінде 3,6 балл. Жезқазған тұрғындары 3,3 баллмен оқшауланған. Ал Сәтпаев қаласында арнайы индекс 3,8 баллды құрады. Бұл адамдардың көпшілігі үйде дегенді білдіреді. Жақсы көрсеткіш. Сәтпаевтықтарда оқшаулаудың орташа тәуліктік көрсеткіші де дәл осындай 3,6 балл. Коронавирусқа дейін ол 2,5 баллды құраған, яғни көшеде адамдар көп болды. Сәтпаев қаласы үшін жоғары балл болғанына қарамастан біз жерлестерімізге тағы да еске саламыз. Тәртіпке бағынып, барлық ережелерді орындаңыз және мүмкіндігінше үйде қалыңыз. Себебі өзін-өзі оқшаулау коронавирус індетімен күрестің негізгі шараларының бірі болып табылады. Диана Абдықылықова, Нұржігіт Айтмұхамбетов, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Барша мұсылман қауымын келіп жеткен қасиетті Рамазан айымен құттықтаймыз. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал осымен ақпараттар легі тәмам. Алда ауа райы болжамы және орыс тілдегі жаңалықтар.